Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мектепке дейінгі ұйымдағы тұтас педагогикалық процестің негізі. Жоспар бойынша тәрбие үдерісін ұйымдастыруға қойылатын талаптар белсенді шығармашылық тұлғаны қалыптастыруда оқу, ойын және еңбек әрекетінің рөлі туралы тоқталатын боламыз. Тәрбиешінің тәрбие жұмысын жоспарлау барысында әртүрлі мақсаттар белгіленеді. Жақын қашықтықта, орта қашықтықта және алыс қашықтықта болып келеді. Оны анықтауда балалар мен ата-аналарды тартады. Мәселе тек мақсатты қоюда емес, мақсатты анықтауда. Мұндай жағдайда қажет мақсатты ұсыну және оны негіздеу, оны жүзеге асыру жолын қарастыру және қол жеткізетін нәтижені алдын ала жобалау бірінші кезекте екені ескеріледі. Тәрбиешінің мақсатты қоюшылық қызметі негізінен 4 кезеңнен тұрады. Педагогикалық процестің алдын ала болжау, өткен оқу жылы қорытындысының нәтижесіне талдау жасау, тәрбиенің мүмкіндіктерін жобалау және мақсатты анықтауда балалар және ата-аналардың өзара бірлескен әрекетін ұйымдастыру. Тәрбие жұмысының мақсатын анықтау барысында оны педагогикалық міндеттері анықталады. Оны жобалау негізінде мынандай кезең арқылы жүзеге асады. Тәрбиенің негізгі мақсаты қандай болып белгіленеді? Ұжым мен мектепке дейінгі ұйым және тұрғылықты жердің қандай өзіндік ерекшеліктері бар? Мектепке дейінгі ұйым мен топтардағы жағдайда өтетін оқу жылында қандай міндеттерді қарастырылады және олардың нәтижесі қалай болады? Ұжымның әрекеті қандай міндеттерге айрықша жауап береді? Қойылып отырған мақсатты жүзеге асырудың педагогикалық мүмкіндіктері қандай? Міне, осындай мәселелерді дұрыс жауап берген жағдайда ғана оның нәтижесі айқын әрі нақты орындалатыны белгілі. Тәрбиенің жоспары тәрбиешінің шығармашылық зертханасы. Жоспар бір күннің немесе бір оқу жылының нәтижесі емес. Бала тәрбиесі қиын болса, оны қоғамның жеке тұлғаның талабымен ұштастыра құру одан да қиындық туғызады. Мұндай жағдай тәрбиешінің ерінбей, талмай, ұзақ мерзімді зерттеу жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. Тәрбиешінің тәрбие жұмысын жоспарлауда келесідей принциптер жиынтығын ескеру қажет. Мақсаты, баланың жас ерекшелігі, ұжымның қызығушылығы, жоспарланатын істің жүйелігі, әртүрлі әдістер мен формаларды қолдану, жоспарлаудың шығармашылық сипаты. Жоспарға қойылатын талаптар. Жоспар қоғам талабына, мақсатына сәйкес құрылу қажет. Тәрбие жоспарының мақсаты, міндеті айқын, нақты болуы шарт. Тәрбие жоспарларының мазмұны оның мақсаттарымен бірлікте құрылуы қажет. Жоспар ұжымдық еңбектің белгісі, сондықтан тәрбие жоспарын құру барысында балалардың белсенділігін арттыра отырып, олардың өздерін қатыстыруды қамтамасыз ету. Тәрбие жұмысын жоспардың мазмұны оның мақсаттарымен бірлікте құрылуы. Сонымен бірге, балалардың жеке басының жас ерекшеліктерін және мүмкіншіліктерін ескеру. Тәрбие жоспарында атқарылатын шаралар саны жағынан емес, сапасы жағынан анықталуы. Тәрбие шараларды атқару, қолданылатын әдістер бір сарынды емес, әр түрлі тарапта, әр жақты болуы керек. Жоспар құру барысында тәрбиеші баланың әр нәрсеге қызығатынын, олардың қандай істерді өткізгілері келетінін,
ұсынылатын шараларға қалай қарайтынын анықтау қажет. Сонымен бірге жоспардағы тәрбиелік шараларды жүйелі бір ізділікпен құрып орындау қажет. Балабақшада міндетті түрде жылдық жоспарланады. Яғни ол мемлекеттік білім беру стандарты. Типтік бағдарламаға негізделе отырып жоспарланады. Жылдық жоспар мектепке дейінгі мекемеде жүргізілетін жыл бойындағы жұмыстар мен әр топта өткізілетін сабақ жоспарларының тақырыптары бекітіледі. Тәрбиеші сол жоспар бойынша жұмыс жүргізеді. Тәрбиешілер жоспарға негізделе отырып күнделікті сабақтарды өткізіп отырады. Перспективалық жоспарды түрлі бағытта жасауға болады. Мәселен, балаларға мінездеме беру арқылы, тәрбиелік міндеттер арқылы, саяси мәдениетті қалыптастыру арқылы, имандылық, адамгершілік, ізгілік тәрбиелеу, ұлттық мінез, құқықтық әдет-ғұрып негізінде тәрбиелеу, халықтық салт дәстүр негізінде білім алуға саналы көзқарасын қалыптастыруда, өз еліне, ата мекеніне сүйіспеншілік және халықтар достығын құрметтеуде, еңбекке, іскерлікке баулуда, әсемдікке тәрбиелеуде, дене тәрбиесін жетілдіруде, гигиеналық талаптарды сақтауда, сонымен бірге экологиялық және азаматтық жауапкершілікке тәрбиелеуде, яғни перспективалық жоспарларды жасауға болады. Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен жұмысты жоспарлау үлгісі жалпы әдістемелік нұсқаулар арқылы ұйымдастырылады. Балабақшада жылдық жоспар, айлық жоспар, күнделікті жоспар болып бөлінеді. Жоспарлардың барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Мектепке дейінгі жастағы кіші топпен жұмыс істеуде мыналарды ескеру қажет. Балаларға ұсынылатын барлық шаралар олардың жағымды көңіл күйін оятып, педагогтармен әрекеттесуде ынтасын тудыруы қажет. Кішкентай бала үшін қайталау ұстанымы маңызды, сондықтан жұмыс барысында көптеген шараларды қайталауға болады және қайталау керек те. Олар дәстүрлі шаралар қатарына жатқызылады. Қоршаған дүниенің заттық мазмұны, жасалатын дүние көптеген танымдық шаралардың негізі болып табылады. Сәби танымдық дамудың топтың алуан түрлі және ауысып отыратын заттық ортасы мен жақын төңірек үлкен орын алады. Таным нысандарының бәрі де белгілі бір көрнекілікпен берілуі керек. Өйткені сәби көріп тұрмын, әрекет етемін деген ұстаным бойынша таниды. Танымдық дамуды тек сабақта ғана жүзеге асыру мүмкін емес. Танымдық белсенділікті дамытуда дұрыс жоспарланған сабақтан тыс кезінде балалардың күнделікті өмірінде жүргізілетін шаралардың орасан зор маңызы бар. Жылдық, айлық жоспарлардың, яғни құрылуы туралы айтып өтетін болсақ, жылдық, айлық жоспар құрылу мақсаты балабақшада берілетін білім, тәрбие белгілі бір жүйе арқылы, яғни белгілі бір рет арқылы беріледі. Тілді деп кезінде және сапалы меңгерту бала дұрыс психикалық қалыптасуының және оны жақсы дамуының алғашқы аса маңызды шарты болып табылады. Дер кезінде дегеніміз бала дүниеге келген алғашқы күннен бастау арқылы сапалы дегеніміз тілдік материалдың көлемін жеткілікті болуы. Әр бала бір жас кезеңіне қарай тілдік меңгеруге деген мүмкіндіктерін толық пайдалану. Күнделікті жоспар айлық жоспарға негізделе отырып жасалады. Тәрбиешінің күнделікті жоспары күнде әдіскер тексеріп, сабақ өтуге өз рұқсатын береді. Күнделікті жоспар жасамаған тәрбиеші сабақ өтуіне рұқсат ала алмайды. Тәрбиеші кері байланысты да есте ұстауға тиіс. Егер тілдік қатынас процесінде бала өзінің сөйлеу аппаратының бұлшық еттерін жаттықтырса, яғни баламен сөйлесіп қарым қатынасқа түссе, баланың миы дамиды.
демек кез келген жоспар